Ассалаумағалейкум, досым, қалайсың? Жақсысың ба? Досым, 9 күн, 2 сағат 14 минут қалды оразаның басталуына. Сенің қолына ораза ұстау келеді. Білесің бе, мен саған 3 нәрсе айтайын. Оразаны ұстау үшін сен балиғат жасқа келуің керек. Балиғат жасқа келдің ғой, сен жасың толды ғой. Екінші, ақыл есің жұмыс жасайтындай болу керек. Ақыл есің істей ме? Дұрыссың ғой сен. Үшінші, денің сау. Денің сау, қолынан келеді, ауру емессің. Осы 3 нәрсе сенде комплектіне бар ма? Болды, саған ораза парыз болады. 9 күн болды, досым. 30 күн оразаны бірге ұстап шығайық. Ешқашан қорықпа, мен қолымнан келмейді деме. Алла тағала сен болып ораза ұстайды. Білесің бе? Сосын оразада тағы бір айтып кететін жайт, достар, түкіргішті жұтуға болады. Көбі ана сауалнама қойып отыр. Түкіргішті біреу жұтады дейді, біреу банкіге жинайды, біреу баклажкаға жинайды дейді. Керек емес. Түкіргішті жұтыңдар, бірақ ауыз толтырып жұтуға болмайды. Егер ауыз толтырып жұтатын болсаңдар, онда ол тамақ ішіп қойғанмен тең болады. Ораза онда ашылып кетеді. Осы біз келін бе? Деп жұтынай бердіңдер, болды. Одан ораза ешқандай бұзылмайды. Досым, 9 күн қалды, қайталап айтамын. Давай бірге ораза ұстайық. Керемет қой.